Ертеде Бұлдыр мерген деген атақты аңшы болыпты. Өзі мерген, әрі қарулы, ақылды адам болыпты. Бір күні ол аңға шығады, орманды, тауды аралайды. Шаршаған соң бір ағаштың көлеңкесіне демалады. Бұлдыр мерген қарсы алдында ағып жатқан бұлаққа қарап отырады. Сөйтсе байқамапты, бұлақтың арғы жағасында үлкен жартастың түбінде бір киік жайылып жүр екен. Екі мүйізі күнге шағылысып жарқырайды, тіпті көз қаратпайды. Бұлдыр мерген өз көзіне өзі сенбей таңдана қарайды. Шын киік екен мүйізі қарағайдай алтыннан екен. Ол киікті атып алмақ болып садағын кезейді. Сонда алтын мүйізді киікке тіл бітіп, сабыр ет мерген, деп Бұлдыр мергенге тоқтатады. Аңшы оның жанына келеді. Ол аң аулап жүріп бұрын сонды мұндай көрмеген екен. Қатты таңырқанып қарайды. Алтын мүйізді киік әп-сәтте алтын мүйізді ақ сақалды шалға айналады. Үстіндегі киімі күмістей жарқырайды, ал екі алтын мүйізі сол қалпында қалады. Бұлдыр мерген ештеместен ғажапқа таңдана қарайды. Осы тауда Бұлдыр мерген деген атақты аңшы батыр бар деп естіп, соны іздеп шығып едім. Соны білмейсің бе балам, деп ақсақал шал сұрайды. Ақсақал, енді сол Бұлдыр мерген мен боламын, дейді аңшы. Ұқсат болса балам, сені іздеп шыққан шаруамды айтайын. Айтыңыз, дейді Бұлдыр мерген. Менің балам жер асты ханы, мен соның әкесімін. Қаламызға жақын жерде терең сай бар. 20 жыл болды, сонда бір айдаһар мекен, дейді. Бүкіл ел жұртыңды қалаңмен жұтам, дейді. Маңайына жолаған тірі қайтпайды. Соған ешкімнің де күші жетпейді. Айдаһарды тек Бұлдыр мерген ғана жеңеді деген соң, халқымызға бір жақсылық бола ма деп сені іздеп шығып едім, дейді ақсақал жылап. Жарайды, деп Бұлдыр мерген сауыт сайманын сайлап, алтын мүйізді шалға ілеседі. Олар жер үстімен жер астына жалғастырылатын үңгірден өтіп, қарттың қаласына барады. Бұлдыр мерген бар күшін жинап, қолына 100 құлаш семсерін алып, айдаһар жатқан сайға келеді. Жотаға шықса боран суырып тұр екен. Желдің қаттылығы соншалықты, таудың екі бетіндегі тасты ұшырып әкетіп отыр. Бұлдыр мерген қаһарланып, семсерін беліне көлденең ұстап, айдаһарға қарай жүреді. Сұрапыл боран ұшырып отырып оны айдаһардың аузына бір-ақ апарады. Өткір семсерден айдаһар қимылдауға шамасы келмей, басын шауып алады. Алай-дүлей соққан боран да тоқтай қалады. Боран айдаһардың лебі екен. Айдаһардан жапа шеккен жұрт шат-шадыман қуана береді. Бұлдыр мергенді қоршап алып, қошеметтеп қалаларына келеді. Ұлан ғасыр той жасайды. Алтын мүйізді шал, балам, сен өзі шаруа адам екенсің. Аң аулап күн өлтеді екенсің. Бізде мал да, дүние де, байлық та жетеді. Сен осында қалып үйлен, дейді Бұлдыр мергенге. Бұлдыр мерген бұған көнбейді. Менің ауылым, туысқандарым бар артымда. Оларды тастап, мен өз басымның жақсылығын күйттеп қала алмаймын, дейді. Бұлдыр мергеннің мұнда қалмасын білген шал, оған ханның қазынасынан көп алтын, асыл дүниелерді сыйға тартып, ауылына аттандырады. Сөйтіп осыдан соң Бұлдыр мергеннің ауылы да әлденіп, күн көрістері жөнделген екен.